Елеместің анарынан сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге оңай, жеңіл жасалатын пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Алдымен менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі қант, ұн, айран, жылы болу керек, айран міндетті түрде, және де ұн қопсытқыш, және де ванилин, сондай-ақ 3 жұмыртқа, 120 мл семечка май, яғни сұйық май, растительное масло. Ал ендеше достар, біз дайындалу жолына кірісетін боламыз. Алдымен осындай кең ыдысымызға 3 жұмыртқамызды және қантымызды миксермен жақсылап бір келкі, шамамен 2-3 есе көтерілгенше, аппақ болғанша, қантымыз ерігенше миксерлейтін боламыз. Шамамен 5-6 минут. Келесі кезекте біз айранымызды құямыз. Тағы да бір миксерлеп аламыз. Одан кейін ұнның үстіне, ұн қопсытқышпенен ванилинді үстіне салып, осылай елекпен өткізіп, қамырымызға бір-бірден жарт-жарттан сеуіп қосатын боламыз. Ұнның барлығын бірден қосып жіберуге болмайды. Себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, кейде көп, кейде аз қажет болады. Рецепттің толық қажетті мөлшерлерін төменге описанияға жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Міне мен ұнның барлығын салдым. Біздің қамырымыз осындай болуы керек. Енді ең соңғы кезекте біз сұйық майымызды құямыз. Миксерлегенде бізге осылай кішкене ауырлық болады. Ауырлау миксерлеге кейін жайлап өзі осындай бір келкі қатты қою да емес, сұйық та емес, қаймағымыз сияқты массы болуы керек. Енді біз осы противенімізді сары маймен май жағып аламыз. Сосын ғана ыдысымызға сұйықтығымызды барлығын салатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пешке салмас бұрын осылай бір сілкіп алыңыздар, ішіндегі ауалар шығу керек. Міне біздің пирогымыз дайын. Түс шұқығышпен немесе сіріңкімен тесіп, байқап қарап көріңіздер. Піскен, піспеген солай білсеңіздер болады. Мен әсемдік үшін үстіне қант ұнтағын септім. Әркім өз қалауы, болмаса шоколадный глазурь істесеңіздер де болады. Енді осылай суығасын немесе ысылай да бола береді. Бөліп, кесіп, дастарханыңызға, қонағыңызға ұсына берсеңіздер болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Арасы қандай болып шыққанын, арасы толықтай піседі. Өте дәмді, міндетті түрде отбасыңызға, балдарыңызға жасап беріңіздер. Сіздермен бірге болған мен Анар Елемесқызы. Менің арнама тіркеліп, қолдап, сұрақтарыңыз болса, төменге комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Қоңырау батырмасын міндетті түрде басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.